Сәлеметсіздер ме? Біздің подкастымыздың келесі шығарылымына қош келдіңіздер. Бүгінгі қонағымызбен жақынырақ танысып, қызықты сұрақтарға бірге жауап іздейік. Сәлем, есімің кім? Мәриям, Жасың нешеде? 6-да. Ал енді сізге сұрақтар қояйын. Мектепке барғыңыз келе ме? Және неліктен? Иә, Не үшін барғыңыз келеді? Мектепте не істейміз? оқимыз. Сізге оқыған ұнайды ма? Иә, Қай пәнді оқыған ұнайды? математика. Неге математика ұнайды? Не шығарасыз? Есеп шығарасыз ба? Жақсы. Тамаша жауап. Мектеп тек білім алатын орын емес, және де достар тауып араласатын, ортақ құратын ерекше орта екен, иә? Өскенде кім болғың келеді? Үлкен болып өсесіңіз, ол кезде кім болғың келеді? Қандай мамандық иесі болғың? Сабақ. Мұғалім? Тамаша жауап. Әр баланың үлкен арманы болады. Арманға жету үшін оқу, іздену, табандылық қажет. Сенің арманың міндетті түрде орындалады, Беймариям. Келесі. Вот, сенің арманың туралы екен. Bir күн мұғалім болсаң, не істер едің, Беймариям? Қазіргі кезде бір күн саған Беймариям мұғалім бол десе, не істер едің? Сабақ беретін бе едің? Қалай беретін едің? Қалай беретін едің сабақты? Сәлеметсіздер ме? Сабақты бастаймыз дейсіз ба? Айтыңызшы. Айта ғой. Еш соны айта ғой. Сәлеметсіз бе? Бүгін қандай тақырып өттік әліппеде? Қандай әліппе? С. С. Бүгінгі біздің өтетін тақырыбымыз С әріпі деші. С әріпі. Тамаша. Жарайсың, Беймариям. Арманың өте сондай керемет екен. Мұғалім болу тек сабақ беру емес, балаларға қолдау көрсету, оларды шабыттандыру. Сенің ойың өте қызықты екен, және де болашақта мамандық иесі болуыңды біз қалаймыз. Балғаным Жанболат қызы сияқты және де басқа мұғалімдер сияқты мықты маман иесі болатыныңа сенімдеміз. Осымен бүгінгі біздің подкастымыз аяқталды. Бізбен болғандарыңызға үлкен рахмет. Егер бүгінгі шығарылым сіздерге ұнаса, арнамызға жазылып, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздердің қолдауларыңыз бізге жаңа әрі қызықты подкаст дайындауға үлкен шабыт береді. Келесі кездескенше дейміз. Сау болыңыздар. Беймариям, сау бол деңіз.